Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгін бірге осындай сан тортын дайындауды үйренеміз. Өзімнің тапсырысқа жасап жүрген рецептіммен бөлісемін. Бұл рецептіні басқа кондитерлер сатады, сол себепті бүгін тегін мастер-класс деп айтуға болады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Оған жұмыртқа, табиғи бал, қант, сары май, сапалы какао, ұн, ас содасы және де шымшым тұз қажет болады. Осындай отқа қоятын ыдыс қажет. Оған жұмыртқа мен қантымызды салып араластырамыз. Үстіне бал қосамыз, оның табиғи болуы маңызды. Сапалы какао қолдануға тырысыңыз. Менде алкализированный какао Малайзия. Енді сары майды қосамыз, аз ғана араластырамыз. Барлық массаны жай отқа қойып, әрдайым араластырып тұрамыз. Шай қасықтың 1/3 бөлігіндей тұз қосамыз. Яғни қант, бал, сары май еруі керек. Ыстық массамызға 1 шай қасық ас содасын қосып, 5-10 минутқа қалдырамыз. Массамыз тезірек суы үшін басқа ыдысқа құйып аламыз. Бал мен сода реакцияға түсіп, осындай көпіршік пайда болады. Енді ұнымызды електен өткізіп саламыз. Силиконды күрекшенің көмегімен мұқият араластырамыз. Біздің корждарымыз шоколадты балды болады. Дәмі бойынша вупи-пайдан кем түспейді. Бастысы табиғи бал мен сапалы какаоны қолданыңыз. Осындай сұйық, түсі қанық қамыр шығады. Бұл қамырмен ары қарай жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін оны салқындату керек. Пакетке салып, кем дегенде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа жіберемін. Тоңазытқышта 1 түн тұрса, тіптен жақсы. Егер асығып тұрсаңыз, қамырды дайындаған соң мұздатқышқа жіберсеңіз болады. Қамырды теңдей 3-ке бөлу үшін оны таразымен өлшеп аламыз. Салмағы 641 грамм шықты, оны 3-ке бөлеміз, 214 граммнан болады. Қамырларды дөңгелектейміз. Бір қамырмен жұмыс істеп жатқан кезде қалғандары тоңазытқышта тұруы керек. Айтып өткендей, бұл шоколадты балды торттың корждары. Егер қаласаңыз, қарапайым классикалық балды торттың рецептісімен корждарын дайындасаңыз болады. Санның формасын жасау үшін трафарет қажет болады, оны қиып аламыз. Пергамент қағазына қамырымызды орналастырып, оның көмегімен жаямыз. Қамыр салқын, қатты болса, онымен жұмыс істеу оңай, өте оңай, жақсы жайылады. Санымыздың мөлшерінде етіп жаямыз. Барлық жерін біркелкі етіп жаюға тырысамыз. Енді керек санды ойып алуымыз керек. Оған пышақты қолдансаңыз болады, немесе осындай пластик шпатель қолданған өте ыңғайлы. Өйткені пышаққа көп жағдайда қамыр жабысады, ал мынадай шпательге жабыспайды. Пісіп шыққан корждар дәл осы форманы әдемі етіп сақтап қалады. Шанышқымен жиі етіп тесіп аламыз. 180 градуста 5-6 минут пісіреміз. Қамырдың қалдықтарын жинаймыз. Олардан тағы бір корж пісіруге болады. Мен олардан тортты безендіруге жүрек пішіндес печенье пісіріп аламын. Бұл сан торттың корждарын пісірудің ең оңай жолы. Ал екінші жолы вупи-пай, молочная девочка, красный бархат секілді торттардың сұйық қамырын дайындап, ол қамырды кондитерлік қапқа құю керек. Кейін
Пергаменттің астына трафаретті қойып, қамырды санның формасына келтіріп құясыз. Екінші әдіспен дайындағанда көп жағдайда қамыр жайылып кетеді, санның формасы жайылып кетеді. Сол себепті қайтадан пышақпен жөндеуге тура келеді. Екі әдіспен де торттар ең бастысы өте дәмді болып шығады. Сол себепті өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. Артық ұнды осылай алып тастауға болады. Қағаз сүлгінің көмегімен артық ұнды алып тастаймын. Енді крем дайындаймыз. Бұл жерде творожный сыр және де қант ұнтағы. Жақсылап бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Кейін үстіне кілегей қосамыз. Төменгі жылдамдықтан бастаймыз. Біртіндеп жылдамдықты арттырамыз. Бастапқыда масса өте сұйық болады. Біртіндеп қоюланады. 3-4 минут миксерлеген соң үлпілдек формасын ұстайтын крем шығады. Силиконды күрекшемен артық ауаны шығару үшін мұқият араластырып аламыз. Бізге кондитерлік қап және осындай дөңгелек насадка керек. Насадканың диаметрі 10-15 мм. Кремді таразының көмегімен теңдей 3-ке бөлеміз. Қаласаңыз, кремнің мөлшерін азайтып, 2 қабатына ғана жағып, үстіңгі қабатына жақпай, шоколадты ганаш дайындасаңыз болады. Мен сіздерге 3 корштан және 3 қабат кремнен тұратын классикалық нұсқасын көрсетемін. Айналатын үстелшеге подложканы қоямын, ортасына аз ғана крем тамызамын. Торт подложкамыздан жылжып кетпеу үшін корштың артына да крем тамызуға болады. Осылай кремнің ортасын ашық қалдырып, ортасына жидекті салма құйсаңыз болады. Бұл тортты ерекшелендірудің тағы бір нұсқасы. Дайын болған тортты 6-8 сағатқа тоңазытқышқа сіңіп тұруға жібереміз. Қаласаңыз, үстіңгі коржға крем жақпай, шоколадты подтеки жасасаңыз болады. Өте әдемі болады. Тортты безендіруге көшеміз. Фантазияңызға ерік беріңіз. Менде бүгін осындай печенье, безе және жидектер. Соңында аз ғана посыпка қосамын. Ерекше әдемі, өте дәмді торт дайын болды. Ал дайындалуы сіз ойлағаннан оңай. Міндетті түрде осы мейрамда дайындап көріңіз. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.